Сәлем достар, Deutsch mit Айжан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз неміс тіліндегі етістіктердің көпше түрдің бірінші жағында via есімдігімен қатар қалай жіктелетінін үйренеміз. Ең алдымен via сөздің мағынасын еске түсірейік. Via қазақша біз деген сөз. Ол via деп айтылады, сөз соңындағы r анық естілмейді. Енді бізге өткен сабақтардан таныс, күнделікті өмірде жиі қолданылатын 16 етістіктің via есімдігімен бірге жіктелуіне назар аударайық. Бірінші мысал, лебен етістігі. Лебен ол өмір сүру деген мағынаны береді. Енді бұл етістік жіктелген кезде via леп түбірі, оған ең жалғауы жалғанады. Көпше түрдің бірінші жағында, сонда нәтижесі via лебен болады. Енді ең маңызды ережеге назар аударайық. Егер бастауыш via болса, онда етістік әрдайым en жалғауымен аяқталады. Яғни етістіктің бастапқы түрімен via формасы бірдей болады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, via лебен. Бастапқы формасы да дәл сол лебен. Екеуі бірдей. Бірақ қазақшасында айырмашылық бар. Мына жерде лебеннің қазақшасы өмір сүру, ал via лебен біз өмір сүреміз деп аударылады. Келесі етістік фраген етістігі, ол сұрау деген мағынаны береді. Сұрау, сұрақ қою деген. Енді оны жіктеген кезде жеңіл via фраген деп, ол дәл осы етістіктің бастапқы формасын қоя саламыз. Via фраген. Via фраген ол біз сұраймыз деген мағынаны береді. Сонда мына жерде қазақшасындағы баламасы, яғни мыз, біз сұраймыз. Міз деген біздегі жалғаулардың немісше баламасы en. Фраген ол сұрақ қою, сұрау, via фраген біз сұраймыз. Немісшесінде жіктеген кезде жеңіл, яғни бастапқы формасын әкеліп via-ның жанына қоя саламыз. Ендігі етістік suchen етістігі, ол іздеу деген мағынаны береді. Жіктеген кезде via suchen болады. Via suchen деген біз іздейміз. Одан кейінгі етістік gehen етістігі, ол via gehen болады. Жіктелген кезде дәл сол формасын көшіріп әкеліп қоя саламыз. Ол біз барамыз қазақша баламасы. Бастапқы формасында бару кейін, via кейін ол біз барамыз деп аударылады. Ендігі етістік kommen етістігі, ол келу деген мағынаны береді. Via kommen ол біз келеміз. Біз келеміз. Мына жердегі жалғауы en, дәл етістіктің бастапқы формасындағыдай, ал қазақшасында міз, біз келеміз. Ендігі етістік schreiben етістігі, ол жазу дегенді білдіреді. Via schreiben ол біз жазамыз. Біз жазамыз via schreiben. Келесі мысал kaufen етістігі, ол сатып алу дегенді білдіреді. Via kaufen біз сатып аламыз. Біз сатып аламыз. Ендігі мысал sagen етістігі, ол айту дегенді білдіреді. Via sagen болған кездегі мағынасы біз айтамыз. Біз айтамыз. Ендігі мысал trinken етістігі, ол ішу дегенді білдіреді. Via trinken, өздеріңізде байқап отырған шығарсыздар, ол біз ішеміз деген мағынаны береді. Біз ішеміз. Одан кейінгі мысал
Spielen етістігі ол ойнау дегенді білдіреді. Wir spielen болған кезде қазақшасындағы мағынасы біз ойнаймыз. Біз ойнаймыз. Сонда қарап отырсаңыздар, қазақшасында бастапқы формасы ойнау, одан кейін жүктелгеннен біз ойнаймыз. Ал немісшесінде ешқандай өзгеріс болмайды. Шпилен, екеуі де бірдей. Келесі етістік hören етістігі, ол жүктелген кезде wir hören. Wir hören бұл біз тыңдаймыз деген мағына. Тыңдаймыз. Қазақша баламасы мыш жалғауы, ен жалғауының. Ендігі мысалы schwimmen етістігі, ол жүзу деген мағынаны береді. Wir schwimmen. Ол біз жүземіз деген мағынаны береді. Ендігі мысал kochen етістігі, ол тамақ пісіру деген мағынаны береді. Wir kochen болып жүктелген кезде біз тамақ пісіреміз. Біз тамақ пісіреміз. Яғни көпше тұр, біз деп көп адамды айтып тұр, және бірінші жақта жүктеліп тұр. Одан кейінгі мысал singen етістігі, ән айту дегенді білдіреді. Ән айту, әндету. Wir singen болғанда біз әндетеміз болады. Wir singen, біз әндетеміз. Ендігі мысал beginnen етістігі, ол бастау дегенді білдіреді. Wir beginnen болған кезде қазақша баламасы біз бастаймыз. Және соңғы мысал learnen етістігі, ол үйрену деген мағынаны береді. Wir learnen болған кезде біз үйренеміз. Міне достар, біз бүгін күнделікті өмірге ең қажетті 16 неміс етістігін тек бір ғана жақта wir есімдігімен жүктеп шықтық. Есте сақтайтын негізгі ереже, wir болғанда етістік әрдайым en жалғауымен келеді. Сондықтан етістіктің бастапқы түрімен wir формасы бірдей болады. Қазір осы бүгін жүктеген етістіктерді тағы бір қайталап өтейік. Wir leben, wir fragen, wir suchen, wir gehen, wir kommen, wir schreiben, wir kaufen, wir sagen, wir trinken, wir spielen, wir hören, wir schwimmen, wir kochen, wir singen, wir beginnen, wir learnen. Келесі сабақта осы етістіктерді көпше түрдің екінші жағында жүктейміз. Мысалы, сендер келесіңдер, сендер тыңдайсыңдар, сендер әндетесіңдер деген сөз тіркестерін немісше айтып үйренеміз. Егер сабақ сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, tschüss, bis bald!